Жырғане. Ей, шылық қиғыштар, қойылымды ашық деп жариялайым. Қанеке, кіші бастықтың сазайын берек. Оны маған беріңдер. Өңін ішіне айналдырып тігіп тастаймын. Сенің ісің маған найт балақай. Сені суға салмай тұрғанда арқанды қиып жібер. Өтінем. Оны суға матырғым кеп тағатым таусылып барады. Тағатымыз таусылып барады. Шылық қиғыш сөзінде тұрады. Жоспарға сәл өзгерістер енгізілді. Сен менің көңілімді қалдырдың, шылық қиғаш. Мен сені ержүрек батыр деп жүрсем, сен менің аузымды аңқитқың келді ме? Менен қолғымды асырам деп ойлама. Сойқанбекті алдауға сенің өрең жете қоймас. Суға атыңдар мұнаны! Жоқ, Сойқанбек, мына сұмдығыңды доғар. Оны егеу құйрықтай суға батырасың ба? Егеу құйрық деген болса, ол үлкен бастықтың жендеті. Бұл қайғал жының, ол әлі бала ғой. Керек емес. Ал тат басқан, әпкеңе қазған жерді көрсет. Тек шындықты айт, тат басқан, қане? Оның залым екені рас. Тоқтаңдар, тоқта! Арқанды кері қайтар. Әттеген ай, сенен тәп-тәуір шылық қиғыш шығар еді. Сен өз жолыңды өзің таңдадың. Қош бол! Хуго! Бәрекелді. Сен анықтап көрдің бе? Ал ендеше бері қара. Менің не ойлап тұрғанымда сен өзің де білесің. Кіші бастық, Қайран байғұс кәрі үлкен бастық-ай, үлкен суға батырғанымды естігенде қандай күйде болар екен? Ол ешкімнің ұлы емес, біз оны танымайтынбыз. Ол үшін әкемнің түгі де кетпейді. Дұрыс айтасың. Оның түгі кетпейтіні рас. Сен үшін де түгі кетпейді. Он мені де керек қылмайды. Өзінің шылықтарынан басқасын ол керек қылмайды. Бірақ ештеңе етпес. Мен сенің қисық әкеңе балаға қалай қамқор болуды үйретем. Бұған не дейсің, Доламор? Қалай қарайсың? Мен әлгі баугеспе шылық қиғыштармен Суайт Хуганың көкесін танытам.